енді өзіміз әуел хордан бастадым. Енді арманым домбыраны меңгерсем деймін, енді бірақ оған жас келіп қалған, сол қиын болып жатыр. Бірақ арасында енді мынау аяқ қолды қозғалтып, мынау денсаулықты сақтау үшін би Раушан Рашидовнаның қол астында би несін үйреніп жүрмін, қозғалыстарын үйреніп жүрмін. Бүгін бірінші рет мынау арқа дүзу, правильно спина деймі, соған да келдім. О жерде де сол движениялар екен. Енді бұрын гимнастикамен айналысқаннан кейін енді маған онша қиын болып жатқан жоқ, бірақ енді жаңа кіргеннің аты жаңа кірген, басқалардан қалып жатырмын. Енді осы орталыққа келгеніме өзім дән ризамын. Осы жерде қаншама құрбылар таптым, өзімді түсінетін, өзіммен әңгімелесетін, солардың барлығымызға денсаулық болса деп соны тілеп келіп жүрміз. Өзім мына 80-ге жақындап қалған шағымда журналистер одағына кірдім. Сол журналистер билетін ақтау үшін арасында мақалалар жазып тұрам. Ұлттық академиялық кітапханаға барғанымда Астанаға, сол жерде Абайдың ұрпағымен таныстым. Сол туралы бір бет Теміртау тынысы деген газет мақала берді. Қалған материалдарын жинап кітаптар шығардым. Өзім 2 естелік кітап шығардым. Енем туралы кітапты бастап, әуелі содан бастағам негізі. Содан кейін кітаптар бітіргеннен кейін қолым босады да өзіммен айналыса бастадым. Жас кезімде енді мектепте жүргенде белсенді болғам, спортына да қатысқам, биіне де қатысқам, әніне де қатысқам, соларымды ойыма алып, мынау ашылған Қарағандыда ашылған белсенді өмір сүру орталықтарына келдім.